Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын йогуртты торт жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 5 жұмыртқаның үстіне қант, сүтімізді қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Ингредиенттерді астына қалдырып кетемін. Содан кейін араластырып жатып, ертілген сұйық майымызды, яғни сары майымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Миксердің орташа жылдамдығында. Барлығын араластырып болғаннан кейін құрғақ ингредиенттерді разрыхлитель ұнды араластырып, аз-аздан қосып осы қамырымызды дайындайтын боламыз. Бірден барлығын салуға болмайды. Онда сіздердің торттарыңыздың корыштары жөнді көтерілмей қалуы мүмкін. Енді барлығын араластырып болғаннан кейін біз үстіне жаңғақты қосатын боламыз. Бұл өте дәмді болып шығады. Жаңғақты қосқаннан кейін араластырып, жарты сағатқа пісіріп аламыз. Яғни мен осыны 2-ге бөлдім. Содан кейін 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен корждарды ағаш таяқшамен білетін боламыз. Сол 2 коржды тағы 2-ге бөліп 4 корж жасаймыз. Барлығы видеода көрсетіліп тұр. Корждары өте нәзік болып шығады. Ал енді кремін жасауға менде сливкимен жұмыс істегенді астына қалдырып кетемін. Соның үстіне йогуртты қосып, барлығын араластыра саламыз. Бұл кремге сүзбелі ірімшіктің қажеті жоқ. Ал енді коржымыз толығымен суығаннан кейін біздің тортымызды жинаймыз. Тортымыздың барлығын жинап болған соң біз 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз, яғни кремі сіну үшін. Кремі толығымен сіңгеннен соң өзіміз қалағандарыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен жай креммен әсемдей салдым. Міне біздің тортымыз осымен дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Ауызда ерейтін өте дәмді торт. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Маған әрбір басылған лайк керемет шабыт сыйлайды. Келесіде қандай рецепт түсірейін комментарийға жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.